Нені аңсадыңыздар? Енді мен әрине халықтың алдына шыққанда көз жасымды көрсете беруге кішкене қысылып та тұрмын. Бірақ адамның жан дүниесі сөйлегенде адамның көзіне жас тоқтамайды. Жас өзі еріксіз шыға береді. Еркін болыңыз. Иә. Сізді ешкім сынамайды қазіргі уақытта. Ол кісі қандай екенін мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өте жақсы адам еді. Ол маған барлық нәрсені ұғындырып кетті. Ол кісіге еркелейтінмін. Ол кісіге ренжитінмін. Кейде болады ғой енді әйел несі болғаннан кейін. Мен енді ол кісіге тұрмысқа шықпай жатқанда айттым ғой. Таза кішкене қайсар, кішкене бойымнан ер азаматтың жаңағы нелер байқалатын. Иә. Бірақ әйел деген нәрсені ол кісі маған ұғындырып кетті. Біз 4 жыл 7 ай өмір сүріппіз бірге. Боқтаған емес мені. Қолын көтерген емес. Енді бауырларыма да дәл солай ауыр сөйлемеген. Бауырларымыздың бәрі, даже мен анам жақсы көріп етті о кісіні. Хамиджан, мен анама кейде әзілдеп бүйтіп айтатын. Анам айтатын да маған. Менің інім ғой дейтін да. Әлім ғой. Інім десе, сонда анам айтатын мен. Онда мен келініңізбін да сіздің деп та. Сонда сол анам қатты жақсы көргенді ғой енді. Інім тамақ жесін, Хамид тамақ жесін деп сөйтетін. Енді мен ойлаймын, қазір енді мысалы жолдасың жаман болса да уайымдайсың ғой ар жақта қалай. Бірақ жүрегім тыныш, түсіме де кірмейді. Мен ойлаймын, ол жақтағы өмірі де жақсы шығар деп. Жақсы болу үшін мен осы дүниеде жүргенде барлық нәрсені істеп жатырмын. Құранымды да барлық. Енді ол кісілерге тек Құран тиеді дейді ғой. Иә. Бізден жетері ол кісілерге тек қана Құран. Иә.